Армысыздар тыңдармандарым, әңгімені соңына дейін тыңдап, тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Қара түнді қақ жарып келеді, айнала көзге түртсе көргісіз, жаңа ғана куә болған сұмдық оқиға жүрегіне қанжардай қадалып, аласапыран күйге түсіргені аздай, түсініксіз қалыпта ілби басады, өзі емес басқа бір бейнеге айналып кеткендей. Қанша тез жүруге әрекеттенген сайын дәрмені кетіп ентіге берді. Қорыққаннан ба әлде қарашығын қарықтырған жат көріністің шеңбек әсері ме, өзі де анық білмейді. Тез серпіліп, еш жимаса меңіреу түн түнек түбіне лақтырып жіберердей түнеріп алған. Үрей билеген санасы жылымық аңсап шарқ ұрды. Мазасыз ойдан арылғысы келіп, жанын жай таптырар тыныштық іздеп аспанға қарады. Жымыңдап, жан жүрегіңді елжірететін жұлдыздар тұнжырап, ай бозарып кеткендей көрінді. Оқыс дауыс, болымсыз тықыр шықса болды, есі ауып қаларына ешқандай күмәні жоқты. Қорқыныштың жетегінде келе жатып, өзіме де обал жоқ, деді біреу естіп қоятындай жай ғана сыбырлап. Жып-жылы төсегімде ұйқымды қандырғанның орнына ит құйрығы бұлғаңдатса еріп кететін әдетіме басып, жетіп келгенімді қарашы, енді міне қуырылған бидайдай шыж-быж болып, өзіммен өзім соттасып келемін. Өмірінде бірінші рет ұят пен иман, ар мен обал туралы терең ойларға берілді. Онсыз өмірде мән мен мағына жоқ екенін бұрыннан білгенмен жіті түсінбегеніне опық жеді. Қанша уақыт жүргенін өзі де бағамдап үлгере алмады. Табаны оттай қызып, аузы құрғап келеді. Бір жұтым су болса таңдайы жібіп, маңдайынан тер бұрқ ете түсер еді. Бірақ осы көшенің аяғындағы құжырасына жету бұл үшін қиынға түсті. Екі өкпесін қолына алып, ұшып-қонып барғандағы куә болған масқара жағдайға досынан бұрын өзін жазғырды. Көз алдынан күлімсі иісі бұрқыраған жұпыны төсекте шашылып жатқан жап-жас келіншектің күнәһар бейнесі кетер емес. Қап-қара сиқырлы көзінен әлдекімдерге деген өшпенділік пен кектің, мен мұндалап қана қоймай, тән ләззатына деген шексіз құштарлықтың да асаудай тулап жатқанын байқау еш қиын еместі. Қырылдаған даусы шылым мен ішімдікке әуес екенін бірден байқатып тұрғандай, нәзік жаны жараланып, абыройын аяққа таптауға не себепкер болды екен, ә? Тұяқ серпуге шамасы болмай шырт ұйқыда жатқан. Телефоны құрғыр безілдесін кеп. Ерден келмесең болмады, қиындыққа тап болдым. Ешкімге тіс жармашы, өтінем. Өзің келгенде бәрін түсіндіремін, деп қиылған мұхитқа көзін тырнап ашып, соңғы 200 теңгесін такси ұстап, құрдай ұшып жеткен бет еді. Кімді мүсіркесін, өзін бе, әлде некелі жарының көзіне шөп салған арсызды ма, жоқ қызыққа ортақтасуға шақырған жолдасын ба? Әй, ие қанбаған арсыз тіршілік-ай, көрсетейін дегенің осы ма еді? Ол кеудесін тырналаған азапты ойын мұхит досына айтқысы келді, бірақ айтпады, дұрысы айта алмады. Иесіне еркелеген иттей ыржалаңдап қарсы алған жолдасы өзі тояттаған соң бұған сыйлық жасамақ болғанын айтып мақтанып алды. Жастығыңды құшақтап құр жатқаннан түк шықпайды. Ара-тұра серілік қып тұру керек жігіт деген. Дұрыс емес пе, жан досым Жамуха? Бұл шын досың Шыңғысханның саған деген ізгі ілтифаты, қабыл ал, қолаң шашы төгіліп өзіңді күтіп жатыр, деп жымсықлана жымиып. Әй, есің дұрыс па, ақырын сөйле, біреу естіп қойса ұят емес пе, деді бұл әлі де түкті түсінбеген қалпында. Екі санын шапалақтаған мұхит жатақхананы басына көшіре күлді. Мұхит, есіңді жейші, жын ұрғаннан саумысың, жаңа ғана өлдім жіттім деп хабарласып едің ғой. Ой, баламсың деген түк көрмегенің көрініп тұр ғой. Сені осы араға келтіру үшін аз қулығымды іске қосып едім. Құлдыраңдап жетіп келдің емес пе? Маған ештеңе болған жоқ. Кім көкеңе батылы барып әңгіме айта алар дейсің? Жә, оны қойшы, кітаптан бас алмайтын оқымыстының рахметіне бөленемін деп
деп жүрсем, өзің бозарып қорқып отырғаннан саумысың, бері қарай жүр, сауабыңды алайын деп қолынан жетектеп, қап-қараңғы бөлменің ішіне күштеп кіргізіп жіберді. Сыртқа ұмтыла беріп еді, кеудесінен итеріп қалды. Шалқақтап барып, бойын әзер жинап алды. Сол арада Мұхит есікті сыртынан құлыптап үлгерді. «Мұхит, аш есікті, бұл қай әзілің?» деді ерден құрдымға құлап бара жатқандай жан ұшыра дауыстап. Бұрын соңды оның мұндай ерсі қылығын көрмеген еді. Әдетте қарапайым, оқып ізденуге құмар елгезек жігіттің мына түсініксіз әрекетіне жіп таға алмай дал болды. Қас қағым сәтте Мұхитты шындап танымағанына көзі анық жетті. Соңғы күндері достарыма кеттім, ауылдастарым келіпті деп сабақтан көп сұранатын. Ертесі маужырап, әлсін-әлсін есінеп, ештеңеге зауқы соқпай шаршап отыратын. «Досым, сен асықпай ащы теріңді шығарып ал, мен 4-ші қабатты шарлап келейін», деді Мұхит мысқылдай күліп. Кетіп бара жатып, «Түнің жақсы өтсін, болашақ профессор мырза», дегенді қосып қойды. Күңгірт бөлмеге жұқа перде ілініпті. Перде деген аты болмаса, әбден тозып, ескірген, сөлбіреп тұр. Керегеге жапсырған жалаңаш қыздар мен жігіттердің суреттерінен тұла бойың түршігеді. Кеңсірікті аштып, қолқаны қапқан жағымсыз иістен ерден лоқсып жібере жаздады. Өзін әзер ұстады. Қаққан қазықтай боп есіктің көзінде аз уақыт тұрды да, 2 кісілік төсекке қарай жақындады. Бастабында өз көзіне өзі сенбей сасып қалды. Сәлден кейін еркінен тыс бір күштің жетелеуімен қимылсыз жатқан жұмбақ бейнеге таяй түсті. Жұқа көрпені жартылай жамылтты. Ала көлеңкеде ағараңдап денесі анық көрінбеді. Жүрегі аузынан шығып кетердей атқалақтап, өне бойын бұрын соңды байқалмаған белгісіз бір сиқыр өз дегеніне бағындырып, магнитше тартып барады. Төніп келіп еңкейіп қарағанда барып, шашы арқасын жапқан бейтаныс жанның теріс қарап жатқанын анық көрді. Осы қазір ғана шырпыры шығып, сыртқа шығуға жанталасып еді. Лезде көз алдында жатқан көркем сурет қиялын басқа әлемге бұра тартып, өзіне қарай ынтықтыра түсті. Айналып төсектің бас жағына шығып пердені ысырды. Терезеден ай сәулесі төгіліп, бөлме ішіне жарық пайда болды. Жұмбақ жан көрікті екен. Жас шамасы 20-ның ар жақ бер жағы болса керек. Уылжып піскен алмадай үлбіреп тұр. Қызыл көрген қырандай ішіп жеп құныға қарады. Қараған сайын құлпырып, ынтықтыра түсті. Бір кезде бейтаныс келіншектің іші дөңгеленіп шығып, жүктіліктің алғашқы белгісі байқала бастағанын анық білді. Содан түсініксіз дүлей күштің шүңетіне жұтылып бара жатқан жерінен селк етіп есін жиып алды. Бір сәттік қана санадағы шайқас майдан даласындағы оқ пен оттан да қорқынышты болар деп кім ойлаған? Ерден шоқ басқандай ыршып түсті. Ақыл есінен тандыра жаздаған сұлудың дем арасында осыншама жеркену сезімін туғызатынына әлі де болса иланар түрі жоқ. Өне бойы қорғасындай балқып, өзіне өзі сыймай бұрыш жаққа қарағыштай берді. Жұмбақ бейне қимылсыз сұлық қалпында, адам кейпіндегі құбыжыққа ұқсап біртүрлі ұсқынсыз көрінді. Бәрін біліп жатқаны белгілі, не болса да сыр тартып сөйлесіп көруге бекінді. Біреудің некелі жарының арын таптаған Мұхитты сыбап алды. Әйел затының әлсіз, қорғансыз екенін шындап түсінгендей болды. Өткен жазда ауылына барғанда жарымжан шешесі жалғыз қарындасының бойжетіп қалғанын, алда-жалда көзім жұмылса сенен басқа панасы жоқ деген емеурін танытып күрсінгені есіне түсіп, жүрегі шым ете түсті. Бөріктінің намысы бір деген ант су ішіп ақ босаға аттаған некелі әйелдің жиіркенішті бейнесін көріп қатты қиналды. Мына жағдайдан хабары жоқ бейтаныс күйеуіне жаны ашыды. Бір уыс боп бүрісіп жатқан әйелге аялай қарап аз тұрды да, «Қарындас, басыңызды көтеріңіз, бұл не жатыс? Күйеуіммен ұрысып қалғам», деді еш қысылмай. Оның дәл осы ұятсыз қылығына күйеуі жазықтыдай кінәлап тұрғаны Ерденге ұнамады. «Мына түрің не, Құдайдан қорықпайсың ба өзің?» дей беріп еді. Ерденнің сөзі аяқталмастан іліп әкетті. «Құдайдан мен емес, ана жауыз досын қорқу керек қой», деп зәрін шашатындай көкбеттеніп
тумысынан жуас, сөзге сараң ерден одан ары не дерін білмей бөгеліп тұрып қалды. Қарсы алдында өзін жұтуға оқталған айдаһарға тап келгендей кірерге тесік таппай сұмдық налыды. Есікті ары-бері ырғап көріп еді, қозғалар түрі жоқ. Коридор у-шу, кіріп шыққан жұрттың қарасы қалың. 4 қабатты арзан жатақ екенін бұрыннан білетін, алғаш оқуға тапсырғалы Алматыға келгенде құжаттары бітпей әкесі екеуі бір күн түнеген. Онда таза тыныш сияқты еді. Есік алдында қарауыл тұратын. Кеңес үкіметі кезінде Алматыға келген шопандар түсетін қонақ үй болғанын көкесінен естігені есінде қалыпты. Кейін жекеменшікке өтіп кеткен. Торға қамалған торғайдай шықылық атып мазасыздана бастаған Ерденге досыңыз келгенше көш жырымын алсаңызшы, деді сабырға шақырғандай болып бейтаныс келіншек. Сөзін шығын етпейін деді ме, үндемеді. Өзіңіз біліңіз, деді жақтырмағанын білдіргендей. Бұл әлі состиып тізе бүгуге жүрегі дауаламай тұр. Жыртқыштың досы жауыз болмай шыққанына көзі жеткен келіншек алаңсыз ұйқыға кетті. Не істерін білмей абдыраған Ерден құрып кеткір мұхит қайда жүрсің деп айқайлады. Досыңыз сізді менің жаныма қалдырып, өзі басқа қызға кетті-ау деймін. Қазіргі жігіттер қатыннан бетер шын сүйе алмайды, деді ренішін білдіріп. Ерден жақ ашпады. Мұхит, деді тағы бар даусымен. Келеді ғой қазір, сағынып тұрсаңыз. Не болды сонша айғайлап? Ұйқы бермедіңіз ғой, деді ренжіп. Өшір үніңді, деді Ерден түтігіп. Сол арада Мұхит та есік ашып. Оу, профессор мырза, түніңіз керім өткен болар, деп ыржалақтап кіріп келді. Ашуға булыққан Ерден Мұхитты жағынан салып қалды. Жойқын соққы нысанаға дөп тисе керек, жығылған жерінен тұра алмай талықсып кетті. Баз жетіп қорқып кеткен келіншек басын бүркеп жата қалды. Не істерін білмей 2-3 минут тұрды. Екеуі де тырп етпей сұлық жатқан соң жүгіріп төменге түсті. Қап-қара қапас түн, күнәһарсың деп табалап тұрғандай, өзінен өзі үркіп қонақ үйдің оң қапталындағы кішкене қуыс көшеге сіңіп кетті. Түн қараңғылығынан арылып, жер бетіне күн нұры төгіле тұтқындалатындай үрейленді. Бұлың-бұлың қысқа жолдармен екі-үшеуін төтесінен қиып өтіп, кең даңғыл жолға түскенде барып, қыр соңынан қалмай, өкшелеп қуып келе жатқан жұмбақ елестен өзін арашалап алғандай болды. Сонда да күдіктен әлі толық арыла алмай жүрегі дүрсілдеп, тісі тісіне тимей дір-дір етеді. Басы айналып құлап қалмайын деді ме, жол шетіне отыра кетті. Қанша уақыт тізе бүккені есінде жоқ. Жын-жыбырдың арасынан дін аман шыққанына шүкір дегенмен, өзін кінәлау сезімінен бәрібір арыла алмады. Өмір жолы бұралаңға түспеген мөлдір бұлақтай таза жан, өңі тұрмақ, түсінде көрмеген лас ортаның есігінен аттап тұтқыны болғанына қатты өкінді. Міне сол көшемен әлі келе жатыр. Ерден үшін таңның атқанынан атпағаны абзал. Себебі түнде жасалған қылмыс пен күнә күн шықпай өз азабымен құрдымға құлап топыраққа сіңіп кетуі керек. Өйткені оның алапат қасіретін ұйқысынан оянған бейқам жұртқа естіртуге болмайды. Бірақ олай болуы мүмкін емес екенін біледі. Түн өзі куә болған жамандық атаулыны неге түнегіне батырып, тұншықтырып жібермейді деген ойға да тұрақтай алмады. Себебі оның да құдіреті шектеулі. Адам баласы түптің түбінде ақ пен қараны, жақсылық пен жамандықты біліп тұрып, дұрыс таңдау жасамағаны үшін күнәһар санатында отқа қақталатынына бұл сенеді. Сол азаптан және одан аман қалғандар жаратылғандардың санасына симас ғажап әлемде мәңгілік өмір сүретініне қапсыз иланады. Ол үшін адам арының алдында таза болу тиіс деген ұғым бұл күнде күшін жоймаса да жаттанды сөздей естілетін несі екен. Қалай болғанда да адалдықтың өлшеміне кімдер лайықты екенін Тәңірдің өзі таразысына салады. Одан өткен ақиқат та шындық та жоқ. Әрине түсініп қабылдай алсақ. Таң атпай жер бетін мәңгілік қараңғылық жапса ғой деп армандап келеді. Көз алдында құбыжық келіншек пен ыржалақтаған Мұхит елестей берді. Әбден титықтағаннан болар,
ауық-ауық есінеп, түсініксіз халде құр сүлдерін сүйретіп, кең көшенің ортасымен кетіп барады. Құрметті тыңдарман, әңгімені соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет.